Сәлеметсіздер ме? 7 сынып алгебра мектеп баспасы 38-де 7-ші есептің шығару жолын түсіндіретін боламын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі есептерде шығатын болады. 38-де 7-ші есеп. Бізде мынадай 8 есеп берілген екен. Алгебралық бөлшектерді қысқартуымыз керек. Енді біріншісінен бастап жеке-жеке тоқталып өтейік. Бірінші берілген жазамыз. Алымында А, жақша ішінде x минус 2y, бөлімінде v, жақша ішінде 2y минус x. Бұл жерде қараңыздар, алымында, жақшаның ішінде, алымында да бөлімінде бізде айнымалылар бәрі бірдей, тек таңбалар ғана әртүрлі. Сондықтан мен бөлімінен немесе алымынан минусты шығарамын. Біз енді қазір мына жерде алымынан шығара салайық. Сонда минус a 2y минус x болады. Бөлшектің бөлімінде v 2y минус x. Енді жақшаларымыз бізде қысқарып кетеді. Сол кезде минус v-дан a деген жауабымыз қалады. Екінші есеп берілген жазайық. 3a минус 36 бөлімінде 12v минус av. Енді алымынан мен 3-ті жақшаның сыртынан шығарамын. Сол кезде жақша ішінде a қалады, минус 12 қалады. Бөлшектің бөлімінен мен v-ны шығарамын, ортақ көбейткіш. v шығады. Сол кезде бізде жақша ішінде 12 минус a қалады. Бұл жерде де тура солай, таңбалары ғана әртүрлі жақша ішінде. Сондықтан мен минусты жақшаның алдына шығарамын. Минус v деп, осылай a минус 12 деп жазайын. Алымында 3a минус 12. Жақшаларымыз қысқарады. Бізде минус v-дан 3 деген осындай жауабымыз қалады. Енді үшінші есеп 25 минус a квадрат бөлімінде 3a минус 15. Бұл жерде 25 минус a квадрат дегеніміз, ол a квадрат минус v квадрат деген бізде қысқаша көбейту формуласы бар. a плюс v, a минус v. Осы формулаға саламыз. Сол кезде бізде 5 минус a 5 плюс a қалады. Ал енді бөлшектің бөліміне мен 3-ті жақшаның сыртынан шығарамын. Сол кезде a минус 5 қалады. Бізде бөлшектің алымында минусты шығаратын болсам, мына жерде a минус 5 болады. 5 плюс a бөлшектің бөлімінде 3a минус 5. Енді осы жерде a минус 5-тері қысқарса, минус 3-тен 5 плюс a деген бізде осындай жауабымыз қалады. Енді төртінші есебіміз. Бөлшектің алымында 8v квадрат минус 8a квадрат бөлімінде a квадрат минус 2av қосылған v квадрат. Бөлшектің бөлімі бізде a минус v-ның квадратына келеді. Формула бойынша білесіздер, a квадрат минус 2av плюс v квадрат. Енді осы жерде мен бөлшектің алымымен бірінші жұмыс жасағым келіп тұр. Минус 8-ді жақшаның сыртына шығаратын болсам, менде a квадрат минус v квадрат қалады. Және бөлшектің бөлімін мен бірден жазайын a минус v-ның квадраты деп. Енді бөлшектің алымында a квадрат минус v квадрат деп отырғанымыз, ол қысқаша көбейту формуласы бойынша екі жақшаға жіктеледі. a плюс v, a минус v. Ал бөлшектің бөлімінде a минус v-ның квадраты. a минус v-ларымыз қысқарады, бөлшектің бөлімінде біреуі кетеді. Сол кезде бөлшектің алымында минус 8a плюс v бөлімінде a минус v. Мына жерде 8-дің алдында минусты мен бөлшектің бөліміне жіберетін болсам, v минус a болады. Алымында 8a плюс v деген осындай жауабымыз қалады екен. Бесінші есеп берілгені алымында 5x, x минус y, x-тің кубы, y минус x. Бөлшектің бөлімінен минусты шығарайық. Сол кезде x-тің кубы, бөлшектің алдында минустан бастар, x минус y, бөлшектің алдында 5x, x минус y. x минус y жақшаларымыз қысқарады. x-тің бір дәрежесі мен x-тің кубынан бір дәреже қысқарып, 2 дәрежесі қалады. Сонда бізде минус 5 бөлінген x-тің квадраты алады.
алтыншы есеп 7v минус 14v квадрат бөлімінде 42v квадрат минус 21v. Бөлшектің алымынан 7v-ны жақшаның сыртына шығарамын. Сол кезде 1 минус 2v қалады. Бөлшектің бөлімінен 21-ді шығарамын және v-ны шығарамын. Минусмен шығарайын бірден. Сол кезде 1 минус 2v қалады. Сол кезде жақшаларымыз қысқарады. 7 мен 21 қысқарады 7-ге. Бөлімінде 3 қалады. v мен v қысқарады. Сол кезде минус 3-тен 1 деген жауабымыз қалады. Жетінші есеп 3 минус 3x бөлімінде x-тің квадраты минус 2x плюс 1. Бөлшектің бөлімі x минус 1-дің квадраты деп жазамыз. Ал бөлшектің алымынан мен минус 3-ті шығарайын. Сол кезде x минус 1 болады. Сонда x минус 1-іміз қысқарады. Сонда минус 3 бөлінген x минус 1 деген осындай жауабымыз қалады. Ал енді 8-ші есепте v минус 2-ның кубы 2 минус v-ның квадраты. Мына жерде v минус 2-ның өзі шығады. Неге? Себебі 2 минус v-ның квадраты мен v минус 2-ның квадраты бір-біріне тең болғандықтан біз бірден қысқартып, осылай v минус 2-ны қалдырсақ жеткілікті. Осымен есептеріміз аяқталды. Келесі есепте шығатын болады. Сондықтан міндетті түрде подписка жасауды ұмытпаңыздар.